Сәлеметсіздер ме, тіл үйренушілер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз көптік жалғау. Жалпы қазақ тілінде 4 жалғау түрі бар. Біз сіздермен өткен сабақтарда жіктік жалғауды және тәуелдік жалғауды өткен болатынбыз. Бүгін көптік жалғауды өтеміз. Көптік жалғау множественное число. Ендеше, мына ережеге назар аударайық. Көптік жалғау өзі жалғанған сөзге көптік мағына береді. Көптік жалғау лар, лер, дар, дер, тар, тер. Множественное число существительных в казахском языке образуется при помощи окончаний лар, лер, дар, дер, тар, тер. Бірінші. После гласных звуков или согласных р, и, у прибавляются окончания лар, лер. Мысалы, бала, лар, үй, лер, тау, лар. Слово бала, твердое слово, прибавляется твердое окончание лар. Тау, твердое слово, прибавляется твердое окончание лар. Үй, мягкое слово, прибавляется окончание лер. Лер, мягкое окончание. Екінші. После согласных звуков ан, ал, з, ж присоединяется окончание дар, дер. Адам дар, дүкен дер, аң дар, гүл дер, қағаз дар. Үшінші. После согласных звуков қ, к, п, с, т, ш, б, в, г, д прибавляются окончания тар, тер. Кітап тар, мектеп тер, сағат тар, күрек тер. Осы жерде тағы бір назар аударатын мәселе, егер сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жуан жалғау жалғаймыз. Сондай-ақ сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жіңішке жалғау түрін жалғаймыз. Яғни, если последний слог слова мягкий, то прибавляются суффиксы лер, дир, тир. Например, әке лер, тіл дир, есік дир. Мысалдарға назар аударайық. Кілем дир, бөлме лер, сөре лер, терезе лер, суреттер. Бұл жерде сөздің соңғы буындары жіңішке болғандықтан, жіңішке жалғау түрлері жалғанған. Сонымен, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.